Аймүйіз бошалап кетіпті. Мұқа қарт оның әуелі ауыл маңында іздестірді. Сай-сала, жақпыл жыры көзден таса қалмады. Жоқ, білде совхоз директорының әкесі сиыр қарап, жер кезіп жүргенде көрші қолаңдар да қол қусырып, үйлерінде отыра алмады. Бірі қырға, бірі ойға шапқылап іздестіре болды. 2 күн өтті, 3 күн өтті. Жоқ. Аймүйіздің бошалап кететін әдеті үй ішіне әуелден белгілі. Сондықтан оны желені біліне бастасымен-ақ үй маңына арқандап байлап ұстайтын. Биыл да солай еткен. Шөбі мен суын үзбей, мақанның сыйыды есік алдындағы ашық қорғанға баққаны 2 жеті болып еді. Аяқ астынан жас әйелінің тас талқаны шығып ашуланды. Құдай-ау, оны қыста баққанымыз аздаяқ, жаз ортасында бұл не сұмдық. Басына жастық, астына төсек боп, үйдің маңында кісі жүргісіз, қоқыс, сасық. Да, босат, бошаламаса неге қаңғып кетпейді? Жай ашуланып қана қойған жоқ. Шапқылдап ұрсып жүріп сиырды босатып, артынан жиып алды. Мұқа шал ерке әйеліне, бәтір-ау, мұның не? Деп 1-2 ауыз сөзде айта алмады. Бар болғаны қайта-қайта сақалын сипай берді. Содан соң қолына шыбық алып, сиыр таңертең табын беттеген жаққа қарай айдап салды. Содан қайтып Аймүйіз қораға оралған жоқ. Аймүйіз 4 жыл бұрын осылай бошалап кеткені бар. Онда да оңды-соңды шапқылап, ақыры Шашубай деген көршісі ат сабылтып жүріп, шырағданып, арғы беттегі ескі жұрттан жаңа туған бұзауымен тауып әкеліп берген. Аймүйіздің сол қылығын естігенде, ойпырмай-ай, мына жануардың жершіл, итшеңдігін-ай, тіпті күндік жерге кеткенін естеп таңырқасты. Шал бұл жолы да Аймүйізді сол ескі жұртқа тартқан болар деп жорамалдады. 4-ші күн дегенде шал торы жылқысына ер салып, әуелден ерке әйелінің, директордың әкесі сандалып сиыр іздеп жүр деген жақсы атақ дейсің бе, деді. Мына маңайдағылардың біреуін жібермейсің бе, дегеніне де малданып, тағы да Шашубайды жібергенім жөн бекен, деп бір ойланып тұрды да, онысынан қайта айнып жинала бастады. 10 жылдан бері ат ізін салмаған сонау қояндағы қоныс Төлтағанды бір көріп қайтуға көңілі соқты ма қалай? Мұқа шалдың жастық шағы осы Төлтағанда өткен. Әкесі Құраш марқұм, 6 ағамыз түгел осында ғұмыр кешкен. Бізді де сүйегіміз осында қалар, сендерде бір Құдайымның өзі білсін, деуші еді. Сонда Мұқа отырып, бұл жерді тастап қайда баруымыз мүмкін? Осы кісі не білет, не сезет, деп ойлаушы еді. Әкесі дүние салды. Одан кейін де қанша уақыт өтті. Борқ, сарқ етіп соғыс басталды. Мұқа да көппен бірге майданға аттанды. Сонда ол, әкем марқұм осыны айтқан екен-ау. Енді мұны алапат майданнан қайта оралу жоқ шығар, деп ойлады. Жоқ, оралды. Тіпті аман сау келді. 3 баласы ер жетті. 3-еуі де оқытты. Балаларының бағы жанып, бірінен соң бірі қызмет өсіп жатты. Тіпті 2 баласы совхоз директоры болған кезде шалдың есі шығып кетті. Астафираллах, мынау қайтеді? Мен осылардың барлығын директор бол деп пем. Ал ендеше, әй, бұлардан әлі талай бәле шығар. Шал оңашада сақалын тарап отырып, өз-өзінен күліп, мақтаныш кеудесін сыймайтын. Араға 3-4 жыл салып, үлкен ұлы ер жігіт аудандық атар комитетінің председательдігіне көтерілгенде
Шал таң тамаша болып, мәс саған, мына неме қайда барады? Бұл мына қарқынымен енді 1-5 жылда қайда отырар дейсің? Ой, мен барып, осымен біраз тоқта, шырағым демесем болмас. Соқта жаман, бұл бала бір күн қалпақтай түсер, деп бірімен ақылдасып, әрине бергі жақтары мен ғана айтқаны болмаса, іштей жек көрмейді. Бірақ мұқа шал бір күні тағаннан көшуіміз мүмкін-ау дегенді ойлаған емес. Тіпті жұрт жаңа совхоз кетті деп көшкенде де тырп еткен жоқ етті. Бәлкім солай отырар да берер ме? Кім білсін, ойда жоқта кемпірі Дәкеннің ауруға шалдығып, төсек тартып, көп те жатқан жоқ. Бас аяғы 2-7-ден дүние салды. Одан соң барып Мұқадан билік кетті. Ортаншы баласы Белжігіт қолына көшіріп алатын болды. Шалдың күнбесіне шарасы да жоқ. Дәнекелінің жылын беріп болған соң, су жылытып беретін бір ақ жаулықты тауып берейік. Шешеміздің орнына үйге ие болып отырсын деп балалары әйел қарастырды. Шал қаршы болған жоқ. Сөйтіп жүріп, олар осы күнге жас әйел тұрғанды тауыпты. Сен айтасың, балаларының шетінен дөкей, қолында жылы суға малысың да отырасың. Бейде өзің, ханда өзің деген соң, торғында оңай көніп. Бірақ мені алысымен орталыққа көшетін болсын, тау-тас аралап жүре алмаймын. Даңғыраған ақ үйде қалың көптің ортасында отырамын, деп көрмей білмей жатып ақ сәлем айтыпты. Шал айтқанын көнді. Көндіріп қана қойған жоқ. Омырауынан әтір иісі бұрқырап, жас келіншек қысқа ертқан ақ самай шалды ай-шайға қарамай еріп әкетті. Торғынды алысымен Мұқа көп ұзамай толтылғаннан көшті. Содан бері 10 жыл өтіпті. Әуеліде бауыр басқан атамекеніне қия алмады. Қайта-қайта барып тұрармын деп ойлады. Солайна солайда сияқты еді. Бірақ жаңа ортаға өзін қоршаған у-ду-шуға, қошемет, құрметке де үйреністі. Көңіл тоқтығы көп нәрсені ұмыттырады екен. Мұқа шал ата қонысына қайтып соға алмады. Торы жорға жолды өндіріп тастады. Суын мол жайып, жазғы күнде арқан бойы көтеріліп қалған. Шал жолға таңертең костюмының сыртынан бақ шапанын киген. Ысылай бастады, бірақ шешкен жоқ. Шырағданнан асарда жанға жайлы салқын самал соғып, Мұқаның бойы сергіп қалды. Торы жорға да сол қарқыннан таяр емес. Таудың етегінен түсер берер бұлақ басына ат шалдырып, демалып, ары қарай жүріп кетсем, бесін ауа Талдықорғанға жетіп қалармын, деп шал ойлады. Қазір ол бетте елде жоқ екені Мұқа жақсы білді. Жалғыз сиыр фермасы бар еді. Онда да өткен жылы көшіріп әкетті. Бұл жайлы осы фермаға қожалық ететін ұлы Бекжанның аузынан шал анық естіген. Жаз жайлап жүрген бірлі жарық үй болған күнде де шалдың ат басын бұрар ойы жоқ. Өйткені жас әйелі жолға жетерлік етіп тамақтарын көнеу қара сөмкеге салып жатып, кездескен үйге «Ассаламағалейкум» деп бас сұға берме, тамақтарынан уланып қаларсың, деп дайындап жіберген. Мұқанның ойы Аймүйізді тауып ала салысымен суыт қайту. Тап қазір ойы зәуде. Аймүйіз алдынан шыға қалса, ескі жұтқа соқпай-ақ қайтып кетуге де бар. Расында ол жан жағына қарағыштап жүрген жолын шолып та келеді.
әлде бір нәрсені қарауытқандай жолдан шығып, жақындап барып қараса, жайылып жүрген бір үйір жылқы екен. Қайта бұрылып келіп жолына түсті. Әзірге тіпті сиыр атауы көзге түсер емес. Мұқа өзі ойлағаннан бесін ауа тал толғанның ішіне құлады. Алдымен қарауытып бау ағаштары мен ескі тандардың тұлғалары, содан соң ауыл іргесіндегі бұраңдаған, ағып жатқан жіңішке өзен көрінді. Ауылдың түстігіндегі жуасыдан беткей осы көріністі шалдың көзіне ыстық ұшырады. Сондықтан болар, ол қалжыраған, жүргісі бәсеңдеген атын тебіне берді. О, тәңірім, бәрі де орнында тұр деп күбірлеп Мұқан іштей. Ескі жұттан көзін алмай келеді. Торы жорға жіңішке өзенді кешіп өтіп, өзен таяздап қалыпты. Аттың толарсығанған ғана келіп тұр. Бірақ ағып жатыр деп күбірлеп шал сағыныш пен қуаныш араласып үндеседі. Ескі тамдарының арасымен жүріп келеді. Есік терезелері орнында. Мүжіліп құлай бастаған қабырғалар, мал отын қораларының орны. Көпшілігінің бұтақтарының қуып сырына бастаған бау ағаштары. Өзге тіршілік белгісіз білінбейді. Осының бәрі де тіпті бөгде кісінің сұп-суық болып көрінеді. Осы жерге бұрын ауыл болған сияқты, бірақ болған, ақиқат болған. Әне анау өздігінен бәрі құлап, бір қабырғасы ғана қалған. Марқұм Жетпісбай етікшінің тамы. 2 бөлмесі тамының түкпір бөлмесіне ұзын темір пешінің жанында марқұм үнемі тық етіп етік шегелеп немесе былғарын пісіп отыратын еді. Бұл ауылда Жетпісбай тіккен етік кимей өскен жан жоқ. Ауыл арасында мына жолдан Жетпісбай тіккен етіктің айқұш-ұйқыш іздер жататын. Мынау Бидайгүл кемпірдің отын қорасының орны. Жұдырықтай болып алып, 2 аяқта пысық еді. Шашау дегенді білмейтін осы қораның отынын елден бұрын толтырып алатын. Жұрт оны кемпірдің өкпесі жоқ шығар деуші еді. Өлерінде де ол созылып ауырған жоқ. Көз бойы әдетінше тырбаңдап отын жиюдан болды. Мына қора жусанға өзендер бойында кейбір ағаштардың толып кетті. Жұрттың япыр-ау, мына кемпірдің не білгені бар? Мына отын бір үйде емес, бір ауылды қыстан шығарады деген сөзіне Бидайгүл елең етпей домаланып жүріп, қорасын отынға толтырып болған күйі аяқ астынан ауырып қалды. Төсек тартып бір жеті ғана жатты да дүние салды. Бұл жұрт дегенді қойсайшы, өңшең көріпкел ме әлде дуалы ауыз болған ба? Не дерсің бұларды? Сол қысты ауыл түгел Бидайгүл жинаған отынды жағып шықты. Бидайгүлдің отыны көктен шығып, жер дөңбекшігенше, жер дүние күннің мол шуағына моланғанша бәріне жетіп жатты. Мұқа тағы бір бұзылған тамның жанына келді. Не бәрі 2 бөлме, бастауыш мектеп үйінің қабырғасы. Ер жігіт, бел жігіт, сайранбектер осы қабырғаларды ортасында оқып, ер жетті, азамат болды. Олар күнде таңертең Жетпісбай тігіп берген бір етікті тепкілеп киіп, сөмкелерін асып алып, осы қабырғаларға
қарай жөнелетін. Осы қабырғаларға жетуге асығатын. Олардың көңілдері, дауыстары мына шағын 2 бөлмеден сыймай далаға маңайға түгел жетіп тұратын. Енді міне шалдың алдында мелшиген қабырғалар ғана тұр. Мұқа өз тамының жанына да келді. Әзірге тамның бір қана жағы құлапты. Оның есесіне барлық қабырғаларының сылақтары түсіп, жіпсіп, ырғысып ажырай бастаған. Жан жақтары, кесектері мүжіліп те бітіпті.